Енді қақ ортасынан белгілеп аламыз да, ортасынан бастап 19 петля, 19 столбик санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Осы жерден бастаймыз. 19. Осы жерден 19 белгілеп аламыз, и келесі жағынан 19 белгілеп аламыз. Сонда біз 38 столбик без накида тоқимыз. Осы қиғаш боковойды тоқи бастаймыз. Жібімізді өткізіп аламыз. Бір. Нақты белгілеп алу үшін тура осы жерден тағы да біреуін өткіземіз. Жібімізді сразу осы жерден арасына тығып тастаймыз. 1. Мына бізде бірінші столбик болып есептеледі. Сіздерге түсінікті болу үшін маркерімізбен белгілеп қояйық. Бір. Алдыңғы жағы жібімізді де осылай арасына тығып тастасақ болады. Оны былайынан созып. Бір. Екі. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. Осылай 38 столбик без накида тоқыңыздар. Жаңағы ортасынан бастап осы жерге дейін, жартысына дейін, боковушкаға дейін 19 петля отсчитывать етіп алыңыздар да, осы жерден бастап келесі 30 петля, то есть 30 столбик без накида тоқып алған кезде кездесеміз. 38 белгілеп ал. 38 столбик без накида тоқыдық, и алдында 14 столбик қалды. Оны пока қалдыра тұрамыз. Сосын кейін көрсетем қалай істейтінін. Осы жерден белгілеп қатты қысып көтеріп, қайшымен кесіп тастаймыз. Бір столбик. Бір қатар. Енді мына жағы маркерімізден бастап 1, 2, 3. 3 столбик таста кетіп, 4-ші столбиктен бастап соңғы 3 столбикке дейін жеткізбей тоқимыз. Сонда осылай боковойынан қысқара бастайды. Бір. Көтеріп аламыз. Дәл осы жерден бір петля, бір столбик без накида тоқып алдық. Бағанағы бірінші бастағанымыз тұра берсін. Осы бір столбик без накида болып саналады. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 14. Осы жерге дейін тоқимыз. 1, 2, 3 столбикке жеткізбей тоқимыз. Міне 3 столбик тастап кетеміз. 1, 2, 3, 3 столбикке жеткізбей тоқыдық. Енді мынаны тағы да бір қатты бір петляны көтеріп алып, сәл ұзынырақ қылып жіпті тастап кетеміз да. И былайынан кесіп тастаймыз. Қаттырақ қысу керек, чтоб босап кетпес үшін. Бірінші қатар, екінші қатар. Енді үшінші қатар столбигімізді тағы да 1, 1, 2, 3. 3 столбик тағы да тастап кетіп, осы жерге дейін 3 столбикке жеткізбей тоқимыз. Бір. Жіпті сразу арасына тығып тастаймыз тоқып жатқан кезде. Бір. Қайтадан осы жерден кіргізіп. Мына бізде бірінші столбик четко көрініп тұр. Осы бізде бірінші столбик. Без накида екінші столбик, без накида 3, 4, 5, 6. Осылай до конца 3 столбикке жеткізбей, 1, 2, 3, 3 столбикке жеткізбей, осы жерге дейін тоқыңыздар. 3 столбикке жеткізбей, 1, 2, 3, 26 столбик без накида тоқыдым. Енді тағы да осылай үш жерден бекітіп аламыз. Боковой. Торчать етіп тұрған жіптерді кесіп алып тастаймыз. Енді мына жерден ортасынан бізге 13 петля, мына жерде 26 столбик қойылмақ. Бізге енді қақ ортасынан 13 столбик без накида санауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Осы 13-ші столбиктен бастап осылай айналдыра тоқимыз. Мына жіптерді арасына тоқып жатқан кезде сразу тығып жібереміз, жасырып. Бір. Бізде бірінші столбик болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10, 11, 12, 12, мынау 13-ші. 13-ші. Боковойына келдік. 13-ші петляға біз 3 столбик, 13-ші столбикке 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. 3 столбик без накида тоқыдық. Соны дәл ортасын маркермен белгілеп аламыз. 1, 2, 3 осы жер болып келеді біздің. И ары қарата столбик без накида тоқимыз. Жіпті осылай араларына тығып жібереміз. Тастап кеткен 3 столбигімізді тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 7, 8, 9. Осылай столбик без накида тоқимыз. Осы жердің барлығына жаңағы тастап кеткен 3 столбиктердің бәрін тоқып, самый ең соңындағы 3-ші петляның 1-ші столбигінде кездесеміз. Осы жерге біз 3 столбик без накида жасауымыз керек, тоқуымыз керек. Мына жерде шатасып кетпес үшін бірге тоқиық деп шештім. Алдыңғысы осы бізде 1-ші петля. Мына жерінен кіргіземіз ілгегімізді и алып шығамыз. 1, 2, 3. Тағы да мына жерден 1, 2, 3. Мына жерге келіп жеттік. Осы жерге біз 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Столбик без накида. Ортаңғысын маркермен белгілеп аламыз. Менің маркерім контрастный жіп болсын. Үш столбик тоқыдық. Енді до конца мына жерге дейін тоқимыз да и біріктіреміз. Осы жерден соединять етеміз. Самый бірінші жағы тоққан столбигімізге ең соңғы алып, осылай соединять еттік. Мына бізде соединительная петля. Келесіне алғанда бір столбик болып санатпаймыз, есептемейміз. Бір петля подъема. Дәл осы жерден тағы да бір столбик
бір столбик накидом. Бір, екі, үшеуін бір столбик накидпен есептейміз. Бір, екі, үш. Ары қарата. Петля подъема. Бір воздушная петля. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Мына маркер тұрған жерде 4 воздушный петля тоқуымыз керек. Дәл осы жерден 1, 2, 3, 4. Каждый бір столбикті тастап кетіп, бір столбик накидпен жасаймыз. Мына бізде бір столбик с накидом болып есептеледі. Бір накидпен накид. Бір столбик тастап кетеміз. Келесі столбиктен бір столбик с накидом. Біреуін тастап кетеміз. Келесі бір столбик накидпен тағы да біреуін тастап кетеміз. Келесі бір столбик накидпен осылай. Мынау маркер тұрған жерге дейін тоқимыз. Через ряд бір қатар тастап кетіп, через ряд бір столбик бір накидпен тоқимыз. Маркерімізге келіп жеттік. Бір столбик тастап кетіп, маркер тұрған жерден тағы бір воздушный петля тоқимыз. Бір воздушный, то есть бір петля накид, бір столбик бір накидпен жасадық. Енді осы жерден былайынан жаңағы доғал болып өтіп кетпес үшін обратно екі петля, екі столбик без накида жасау керек. Воздушный петляны жасап тоқып аламыз. Одан кейін арасынан өткіземіз да бір столбик. Тағы да өткіземіз осы жерден тоқып. Екі столбик. Осылай. Келесіден до конца аяғына дейін тоқимыз. Мына жерге дейін тоқып соединять етеміз. Сосын алдыңғы осы детальді тоқимыз. Осы детальді тоқып, инемен біріктіріп тігеміз осы жерлерін. Осылай. Осы жерге дейін до конца тоқыңыздар. Осы жерге дейін тоқыдым. Мына біздің бағанағы алдыңғы соединительная петля. Мына воздушная петля. Осы жерден тағы да бір столбик істедік. Осының бәрі бір петля, бір столбик болып есептеледі. Енді біздің переходымыз, осы деталіміздің, бұйымымыздың переходы ровный болып тұру үшін екеуін біріктіреміз. Бірінші жүгімізді кесіп алайық.
бағана көрсеткендегідей мына столбик тастап кетіп келесіне өткіземіз жібімізді. Өткіздік. Енді мына екі петляның арасынан былайынан өткізіп жібімізді тартып алуымыз керек. Екіншісін өткіздік. Жібімізді екеуін екі петлядан тартып біріктіреміз. Сол кезде мына жерде тартқан кезде ровно переход болады. Осылай, сосын жібімізді тығамыз жіптердің арасынан. Жасырып қою керек, чтобы кейін бұл жіптер торчать етіп шығып тұрмас үшін. Осылай крючокпен жіптердің арасына өстіп тығып жіберіңіздер. Сосын кейін бұны не қылсаңыз. Осындай бастапқы туфелькеміз шықты. Енді біздің алдыңғы мына бұйымымызды тоқимыз. Бір столбик без накида жасаймыз. Полунакид тоқимыз. Полунакидте бізде накид тереміз. Накидті іліп аламыз да, осы жерден полунакидна үш неден петлядан тартып аламыз. Осылай до конца бір қатар айналдырып тоқып шығамыз. Біреу, мынау біздің неміз екі болып саналады, екі столбик. Бір столбик полунакид, екінші столбик полунакид, үшінші столбик полунакид. Төрт. Мына жерде 5. 6 столбик полунакид. 7 столбик с полунакидом. Жартылай накидпен. Енді мына жерде біз 7 столбик с полунакидом тоқуымыз керек. Мындай овал болу үшін, дуал болу үшін. Закругленный. Бір. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. И жеті. Ары қарата тағы да тоқимыз полунакид. Жіпті сразу тығып тастасақ болады. Жасырып қояйық жіптердің арасына. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Сегіз.
9. Түбімізді кесіп алып тастаймыз. Қаттырақ қысып жіберіп. Енді бізге алдыңғы детальды, осы детальді алдыңғы пинеткенің соғына біріктіруіміз керек инемен. Инемен каждый стежок-стежокпен біріктіріп тігіп, осылай туфелькеміз шығады біздің. Туфелькенің осылай мына жердегі ажурымен деталіміз осылай көрінетін болады. Осы деталь тігіп болғаннан кейін осындай манжет тоқимыз. Сосын біздің пинеткеміз аяқталады. Ол үшін ең бірінші мен ілгегімен белгілеп алам деталімнің қақ ортасымен приблизительно осылай. Так, былай. Енді бірге каждый стежокпен тігеміз. Ортасынан былайынан. Түбімізді былай ортасынан тіккен кезде тығып қойсақ та болады. Ұзындығы қала берсін, кейін ары қарай тоже тоққан кезде бір-біріне тығып жібереміз. Осылай айналдыра тігіп біріктіреміз. Осы бұйымымызды осылайынан. Үстіп біріктіріп, өздеріңіз тігіңіздер осы жерге дейін. Сол кезде кездесеміз. Осылай бұйымымыз шығу керек, когда біріктірген кезде. Осылай біріктірдік. Енді мынау инені жібін ішіне қарай тығып тастайық.
осылай зафиксировать ету керек, чтобы шығып кетіп сөгіліп кетіп жүрмес үшін тігілген емес. Сосын ары қарата осылай тоқып тыға саламыз. Енді бізге осыны округлять етіп, то есть по кругу бір столбик, бір накидпен тоқуымыз керек. Столбик бір накидпен, чтобы мынандай бау тоқыған кезде арасынан өткізіп, бауды өткізу үшін бір столбик накидпен тоқуымыз керек. Айналдыра. Кейін келесі мастер классында осындай бауды қалай тоқу керектігін көрсетемін. Ал бастайық. Енді ортасынан. Артқы жағынан бастаймыз. Столбик бір накидпен. Бір, екі, накид, келесі, екінші накид, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 14. Жерде арасынан өткіземіз. Қай жерден өткізесіз, петля табасыз, сол жерден өткізіп істей берсеңіздер болды. Мына жерде петлялар особенно белгілі емес, көрсетілмеген. Мына жерден біреу. Мына жерден. Мына жерден ортасынан біреу. Осылай до конца тоқыңыздар. Соңына келіп жеттім. Енді мына жерден 1, 2, екінші неге
соединять етеміз. Осылай. Екі воздушная петля. Тура осы жерден екінші столбикті бір воздушный петляны біз екеу қылып санаймыз. Бір воздушная петля, накид, бір столбикті тастап кетеміз. Екінші столбиктен бір, екі воздушная петля, накид, біреуін тастап кетеміз. Келесіден столбик бір накидпен, бір воздушная петля, накид, бір столбик тастап кетеміз. Келесінен бастап екі столбик с одним накидом, бір накидпен тоқимыз. Накид, столбик тастап кетеміз. Келесі столбиктен бір, тағы да екіншісін тоқимыз. Екі. Осылай айналдыратып өздеріңіз тоқыңыздар. Мына жерге келген кезде көрсетемін дайшы қалай болады. Мына жерге келіп жеттім. Мына жерде менде екі столбик қалыпты. Осы екеуін тастап кетемін да. Бір воздушная петля, накид. Мына жерге енді каждый жаңағы екі столбик накидпен тоқыдық қой. Мына жерге бүкіл екі столбик накидтің ортасынан 5 столбик бір накидпен тоқимыз. 5 столбик накидпен тоқимыз. Бірінші. Мына жерде воздушный петля істедік қой. Аламыз да соединять етеміз. Осы жерден көтереміз. 1, 2, 3 накид. Бұл бізде бір столбик болды. Бір столбик бір накидпен есептеледі. 1, 2, 3. Дәл осы жерге. 4. Тағы да 5. Осындай манжет шығу керек та, ажур. 5. Былай шығады. 5. Мына жерге столбик бір накидпен істеген. 5 столбик без накида біреу. Қайтадан накид ортасынан өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші. Мына жерге столбик бір накидпен тоқимыз. Осылай. Қайтадан көрсетейін береді. Чтоб көріп тұру үшін. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Келесіге бір столбик. Осылай айналдыра өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Тура дәл мен көрсеткендегідей. Сосын мына ең соңғы столбик екі столбик бір накидпен тоқыған жерге кездесеміз. Міне соңына келіп жеттім. Осылай шығу керек сіздерде тоқыған кезде манжеттеріңіз.
Ең соңғысы 1, 2, 3, 4 и 5. 5. Самый астындағы стежокқа соединять етіп, как біріне сияқты. 1 воздушный столбик накидпен тоқимыз. Осындай бинетке тоқимыз, шығып келді. Енді самый последний қатар, ең соңғы қатар, каждый 5 неге 3 воздушный петля тоқып, келесімен былай цветочек сияқты тоқуымыз керек, қазір оны көрсетеміз сіздерге. Аламыз да самый үшінші неге соединять етеміз. Енді аламыз да келесіге осылай 1 столбик и 1, 2, 3. Келесі столбикке 1 столбик без накида и 1, 2, 3, 3 воздушный петля. Келесі столбикке 1 столбик. Сонда бізде араларында 1, 2, 3. И мына жерде 4 болу керек. 1, 2, 3, 4. Бізде 1, 2, 3. Біріншісін мына жаққа соединять етіп тастадық қой. Бастапқыда 3, қалғандарын 4 лепесток шығу керек. Ал мына жерге тек мына алдыңғыда көрсеткендей столбик 1 накидпен тоқимыз. Столбик 1 накидпен. Енді қиытты 1, 2, 3, 3 воздушный петля. Мына жерден 1 воздушный петля. Қайтадан 1, 2, 3. Келесіге 1 воздушный петля. 1 столбик накидпен, без накида. 1, 2, 3, 3 воздушный петля. Келесі столбик без накида. 1, 2, 3, 3 воздушный петля. Келесі столбик без накида. 1, 2, 3, 3 воздушный петля. Мына жерге келіп жеттік. Енді бізге ең соңғы қатар ажур істеуіміз керек. 1, 2, 3, 4 жолымыз. 2, 3, 5. Алып, тағы да 1 столбик жасап, 1, 2, 3, 3 воздушный петля істеп, тоқып, келесі неге 1 столбик жасаймыз. Сонда бізде 1 лепесток шықты. Тағы да 1, 2, 3. 3 келесіге 1 столбик 1 накидпен тоқимыз. Сосын тағы да 1, 2, 3. Келесі столбикке 1 столбик без накида тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3. Келесі столбикке 1 петля, 1 столбик. Сонда 1, 2, 3, 4. 4 лепесток шықты. Осылай шығу керек. 1 столбик без накида. Екінші столбик без накида. Үшінші столбик без накида. И осы жерден көтереміз. 1, 2, 3. Келесі жолға кіргіземіз.
бір столбик, тағы да 1 2 3 воздушная петля. Осылай до конца тоқимын. Өздеріңіз тоқсаңыздар болады. 1 2 3 соңғы 4-ші лепесток 1 2 3 воздушный петля. Келесіге осылай. Санаймыз. 1 2 3 4. Соединить етіп, бір столбик. Келесі біздің басты. Енді обвязкамыз тоқимыз. Ол үшін бізге бағанағы мына жерде соединять еттік қой. Самый последний, ең кішкентай стежокпен соединять еттік. Одан кейін 1 2 3 столбик тағы да соединительный петлямен тоқып, ары қарай мен инемен жіпті тығып тастадым. Енді біз обвязка жасаймыз. Обвязка жасау үшін ең бірінші бізге осы мына жерден алу керек, ортасынан алу керек. Мына жіпті жаңа мешать еткен. Кейін шығып торчать етіп тұрған жіптерді қайшымен кесіп алып тастаймыз. Ал мына жіпті сразу осы газ тоққан кезде, мына торчать етіп тұрған жіпті сразу тоқып жатқан кезде столбиктердің арасына тығып жасырып тастаймыз. 1 петля подъема. Келесі столбик мына жерден кіргізіп, жібімізді шығарып аламыз да. 1 петля, 1 столбик, 1 без накида тоқимыз. Келесі столбикке тағы да кіргізіп, 2 бетінен, 2 ілгегінен іліп аламыз да, қайттан шығарып, 1 столбик без накида тоқимыз. Мына жібімізді сол столбиктердің арасына тығамыз. Тағы да келесі столбикке кіргіземіз. 2 стежоктан өткіземіз. Жібімізді ортасына аламыз. Ұстап тұрамыз да, мынаны астынан іліп аламыз. Столбик без накида. Тағы да келесі столбикке кіргізіп аламыз. Жібімізді ортасынан былайынан ұстап тұрамыз да, ілгекпен астынан іліп, столбик без накида тоқимыз. Тағы да столбик без накида, столбик без накида. Осылай до конца өздеріңіз тоқыңыздар. Екеуін біріктіретін жерде соңына келіп жеттік. Обвязканы осымен бітірдік. Енді бізге бір воздушный петля жасап, қайшымызбен кесіп алайық. Одан кейін былайынан шығарып, қаттырақ бекітіп, осы жібімізді обвязканың арасына жасырып қоямыз, тығып жібереміз. Чтоб мешать етіп көрініп тұрмас үшін. Бұл тоқымаларды, қолмен тоққан тоқымаларды көбіне қолмен жуу керек. Машинкамен жуса бұйымыз бұзылып, неғылып қалады. Құртылып қалуы мүмкін. Өзі жіпті когда сатып алған кезде машинкамен жууға болады, әлде қолмен жууға болады. Соған қарайсыздар ғой. Осыны өйстіп до конца тығып тастаймыз жібімізді. Сосын аяқтадық.
Осымен мастер классымды аяқтадым. Менімен до конца болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Келесі мастер класста осындай бау тоқуды үйретемін. Осындай бау тоқимыз. Әлі де көптеген қызықты пинетки, кроссовки тоқу туралы мастер класстар түсіремін. Оның бәрі алда. Бұл енді менің бастамам болғандықтан мені қолдап қойыңыздар. Қолдау үшін подписка, лайк жасап қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода келесі жолы кездескенше.